Менің білетінім ән адал жүректен туады. Ән жарқын болашаққа деген сенімді паш етеді. Асқақтата салған ән сені әлде қайда алысқа, қиын шетке, төскейде көрінген қырат басына жетелейді. Сол қыратта қыран отырар. Анда-санда қанатын қомдап, бар даусымен шаңқ еткенде, ол да енді қайтып, ешқашан қайталанбайтын ерекше ән ғой. Табиғат әсер етпесе, қыраннан ол ән тумас еді. Дала оның көңілін оятты, жүрегін тербеді. Қыран бұлбұл секілді сұңқылдай бермейді. Ол өзінің ең ғажап, ең айбынды әнін анда-санда бір-ақ айтады. Ол ән дала төсін аралап ұзаққа кетеді. Естіген құлақты ерлікке шақырады. Іркілген жүрекке жігердің жалынды отын жағады. Қыран әні осы. Әр жүректе, әр әулетте еліміздің түпкір-түпкірінде орындалатын әндер бүгін елордамыздың төрінде сіздердің алдарыңызда шырқалатын болады. Армысыздар ақ бантикпен мектеп бітірген, бақыт құшағында шаңырақ көтерген, қайдасың мен бала тербеткен құрметтілерім. Позвольте начать наш уникальный вечер, ее первую часть, которая посвящается 90-летию великого казахского композитора Шәмші Қалдаяқова. Добро пожаловать в объятия счастья. Бақыт құшағына қош келдіңіздер. Таңнан таңға ән салдырған, өзін әнмен қарсалдырған Шәмші Қалдаяқовтың әдемі шығармашылығына осы арналған кешіміз әуезді әуендермен, әндермен жалғассын.
жан дүниемнен төгіліп шыққан әрбір әуен, әрбіреуі менің бір нәрестемдей. Бақытымда, қуанышымда, махаббатымда барлығы осы менің әндерімде жырланды. Шіркін. Қымбаттыларым менің. Бақыттың құшағында тербелдіңдер. Халқымның жадында жүрген әрбір әуен мен үшін үлкен мәртебе. Шамши написал очень много песен о любви. И следующая песня, которая прозвучит для вас, повествует о ее бесконечности и глубине. О том, что только настоящие влюбленные могут скучать по друг другу, как никто другой. Сүймегендер сағынбайды. Аңсасам жалын шашқан жанарыңды, ылғи да мұң жабады қабағыңды қалқадай. Аққулар қайтты күзде Қаратаудан, олар да айта алмады хабарыңды қайындай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімде. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қызба сезімге. Сән беріп сәулет беріп қойлауылға, жүрмісің ақтастының жайлауында қалқадай. Қырық адам көлбеңдеген көк аттыны, кейде сен мен екен деп ойладың ба қалқадай. Қайындай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімде. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қызба сезімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қызба сезімге. Романтическая музыка Шамши затрагивала и развивала самые возвышенные чувства, такие как любовь к девушке, любовь к матери, к родной земле. Поэтому они в то время как нельзя лучше отвечали на запросы молодежи, и поэтому их поют до сих пор. Сейчас в репертуаре каждого молодого исполнителя непременно есть вальс Шамши. Один из самых популярных вальс Арыс жағасында. Ал бұл ән қалай жазылды, оны Шамшиден сұрап көрейік. Бір күні Қараторы дембелші жігіт маған жолықты да: мен Қалқожа Жолдықожаевпын деді. Иә, болсаң бол, оны маған неге айтып тұрсың дедім. Екеуміз де Арыстың бойында туыппыз, екеуміз де бір өзеннің суын ішіппіз. Мен осы өзеннің жағасында өзімнің ең сүйкімді, сүйікті, нақ сүйермен табыстым деді. Шәмші деген атыңыз бар,
қалай ғана сізге осы өзеннің бойында бір сұлу тап болмады деді. Мен айтам, ондай ару менің қиялымда, арыстың бойында туды. Бірақ неге әндеріңізде арыс жоқ дейді. Міне, арыс жағасында әнінің тууға үлкен себепкерін танытқан осы қара торы дембелші жігіт. Солай болған екен. Өзіңмен арыстан, ойында таныстан, жайнаған гүлдей қорбым сен, жағада тұрдың сен. Жас еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым сыр бойын шарлады. Сені іздеп арманым сыр бойын шарлады. Алдыңда бір бақыт, торғандай тарқатып, толқынға қарап ойлана, әндеттің жай ғана. Жас еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым сыр бойын шарлады. Сені іздеп арманым сыр бойын шарлады. Нұр шашып көзіңнен, бір нәзік сезіммен, жібектей шашың толқындап, қалып мен қол бұлғап. Жас еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым сыр бойын шарлады. Жас еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым сыр бойын Қай елде болмасын осы әндер әркімге жақын еді. Және әрі түсінікті еді. Жердің қай шетінде болмасын қыз жүрегі шексіз сүйіспеншіліктен айтылған жазылған ән мәтін бірден ұғар анық. Солай емес пе Шәмші? Иә. Сен мөлдірсің еркем, тау болағанда. Алауса қыз едің бір кезде, шашыңа ақ панче байлаған. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманасың қандай жаным. Шынарыма сен мөлдірсің еркем, тау бұлағында. Сен мөлдірсің
жетіп қалдың ба, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін. Білмеймін, бой жетіп қалдың ба, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаным, шынарыма сен мөлдірсің ерге тау бұлағындай, сен мөлдірсің ерге тау бұлағындай. Жолдардың еркіне бағындым, жолдарға қол создың жан құрбым. Білмеймін, ғашықсыз аққудың қай жерде сендердің қалдырдың. Білмеймін, белгісіз жан құрбым, айтшы сен қай жерде қалдырдың. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаным, шынарыма сен мөлдірсің ерге тау бұлағындай, сен мөлдірсің ерге тау бұлағындай. Аз ба, көп пе өмір сүрдім. Осы өмірімді қалай өткіздім, бір Құдай біледі. Енді қанша ғұмырым қалды, бұны да бір Алла біледі. Қанша рет құладым, қанша рет қалықтап аспанға ұштым. Осы бір сәтте халқымның аялы алақаны тұрғызып алып отырды. Мен әннен басқа не бердім? Жизнь – это то, что люди получают, не выражая благодарности. Пользуются без раздумья, передают другим в беспамятстве и теряют, сами того не замечая. Өмір деген өзен ғой шіркін. Біз екеуміз бәйшешекте ерте гүлдедік, қостасып бақыт жарын жердеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніңе ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым.
ұзақ отаудан асып қайтып баратын сағынышын әнге қосып айтып баратын сол ерке құс мұңын жағын ерте көктемде мені есіңе ал ауылынан ұшып өткенде. Следующая песня стала своего рода гимном матерей. Песнь о матери. Написана она была на стихи Гафуга Эрбекова, которая была переведена на многие языки – узбекский, татарский и другие. Келесі әннің шығуына себеп болған. Шәмшіге әлемнің жарығын сыйлаған. Әннің дүниесіне жетелеген. Өзі өнер дегенде ішкен асын жерге қоятын аяулы ана Сақыпжамал Бұхарбай қызының мезгілсіз дүние салуы. О ана, бұл өмірдегі өзінің ең жақын, ең асыл адамынан айрылғалы тұрған сезген Шәмші, оның ыстық төсіне басын қойып, еркінен тыс өксіп жылап жібергенін де сезбей қалды. Апа, қарыздармын мен саған. Қарыздармын. Мен сенің басыңа мавзолей қою қолымнан келе қоймас, бірақ сенің құрметіңе деп әннің ең әуездісін, ең сұлуын мәңгі өшпес ескерткіш қып қалдырам. Әлемнің жарығы сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің қостарды қанатын самғаған, балалық құштары өзіңе арналған. Әмдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңлімді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңлімді көктемде көзіңнен танимын. Өтегір қанаға әзірге берерім балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңлімді көктемде көзіңнен танимын.
анашым жансырым, іздедім сен үшін әлемнің асылын, әлемнің байлығын. Сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнін, қолыма түспеді әлдене баялап. Өсірген жемісім самал жел саябақ, құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көңіліңді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көңіліңді көктемде анашым, көзіңнен танимын. Великие поэты казахской степи Туманбай Молдагалиев, Кадыр Мырзалы, Нурсултан Алимкулов, Мухтар Шаханов писали тексты для песен Шемши. Но мало кто знал, что писал он песни и на стихи Абая. В очень редкие моменты его жизни самое сокровенное он не доверял никому. Настоящие чувства могли описать только его собственные слова. И сохранилась всего лишь одна песня, которую написал он сам. И слова, и музыку. Құшақ жайған қандай адам. Бұл кеудеме толмай арман, жас көңіл еш нәрсеге болмай алам. Бейхабар жүредім ғой махаббаттан, қол созып құшақ жайған қандай адам, қандай адам. Бейхабар жүредім ғой махаббаттан, қол созып құшақ жайған қандай адам, қандай адам. Сәулесінен дірілдеген көктемгі күнім бекен күлімдеген. Әлде бір көктемдегі сандуғашпай жанымды елжіреткен үніңменен. Әлде бір көктемдегі сандуғашпай жанымды елжіреткен үніңменен.
саған арнайған бейхабар жүредім ғой махаббаттан дәриғай құшақ жайған қандай адам бейхабар жүредім ғой махаббаттан дәриғай құшақ жайған қандай адам дәриғай құшақ жайған қандай адам Байқап отырсақ, жарық көрген жинақтарының ішіндегі еш әнде арнадым деген сөз жоқ екен. Бір күні баласы Қасым әкесінен бұлай деп сұраған екен: осы бақыт құшағында атты әнімді анама арнап едің ғой, неге осы жинақта көрсетілмеген? Оны Шәмшіден сұрап көрейік. Жәмилаға арнағаным рас, бірақ түптің түбінде әнімнің барлығын халқыма арнадым мен. Көзімнен бір ұшқын ұшты ма білмеймін, әйтеуір нұр құшты, әйтеуір гүлдедім көктемнің бұлбұлы, кеудеме қонады құшаққа қыр гүлі, толғандай болады бірге. Рахмет. Келбелі кетпе менің қасымнан, қызғалдағын таңырмен ашылған, сезім шіркін ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауын басылған. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бұлақпын ілгері жүгірген бір нәзік шуақпын, қасыңа үңілген сүйемін мен күнді, жалынды жарқынды сен билен әнімді, әлдене жанымды. Сезім шіркін ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауын басылған. Шәмшінің әндеріне жетер әндер жоқ. Шынымен де, құрметті достар, бүгінгі кешке Шәмші атамыздың кереметтеп жазылған осы жарық дүниеге келген әндерімізді барлығымыз білеміз. Шәмші атамыздың творчествосын, шығармашылығын сыйлап келген қонақтар бүгінгі төрде деп ойлаймын, Жанна ханым. Сондықтан баршаларыңызға тағы да қайырлы кеш тілейміз. Кеш сәтті, көңілді өтсін. Біз болсақ, кешімізді әрі қарай жалғаймыз. Осы кешімізді
өзінің әуезді күй сандықта ойнап әуенімен әрлеген осы кешіміздің музыкалық жетекшісі, Астана балет театрының белді пианисі, Шәмші Қалдаяқов атындағы халықаралық конкурстарының үздік солисі, пианисі адалған Құралай Қанапинаға қошеметтеріңіз.